Бұлардың арасында үшінші кездесу осы соңғы жылы, соңғы бір жылдың ішінде әлем чемпионатында Эмине Göge Bakan жеңіске жеткен болса, жақында Түркия мемлекетінде өткен Turkey Open халықаралық турнирінде дәл осы Айдана Құмартаева Эмине Göge Bakan'нан қарымта қайтарған болатын. Бүгін мінеке үшінші кездесуі, бұл Алтай чемпионатының финалына түсіп отыр. Көрермендер үшін өте қызық. Әрине қазақстандық жанкүйерлер дәл қазір экранның арғы шетінде тақымын қысып отқан болар. Дұрыс айтасыз, Сәке. Алла қаласа Құмартаева Айданаға біз 2-0 қолдау көрсетеміз. Өте жақсы. Бұл жерде ескерту. Камжон. Раунд біз үшін сәтті басталып отыр. Есеп Айдананың пайдасына және Эмине Göge Bakan жоғары деңгейдегі таеквондоны ұсынып отқан жоқ қарсыласқа. Раундтың тең жартысы артта қалып отыр. Ал бізде екінші кортта да, үшінші кортта да өте тартысты жекпе-жектер өтуде. Соны біз арнайы хабарлап кетейік. Жахан Құдайбердиев, қадірменді жанкүйерлер, түркиялық спортшыға қарсы өнер көрсетуде. Елабди Канға қарсы. Айдана. Біздің жекпе-жекте өте тез ауысып жатыр. Оқиғалар. Бір ұпай есеп айырмашылығы. Бір-бірін өте жақсы білетін қарсыластар. Мінекей. Бір-бірін қалай жұмыс істейтінін де өте жақсы біліп отыр. Және дәл қазір түркиялық спортшы шабуылда Айдана Құмартаева қазір клинчке кіріп қана тоқтата білді қарсыластың шабуылын. Соңғы 16 секунд. Айнұр Асабаева әзірше орындап отыр алар емес. Орысша айтқанда принципиальный жекпе-жек. Әлемнің мықтысы, әлем чемпионы дәл сол әлем чемпионатының қола жүлдегеріне қарсы. Есеп. Біз үшін біздің бағымызға қарай есеп өзгермеді. Мінеке 8-де 6 Айдана көріп тұрған жоқ. Есепте артта тұрғанын. 2 ұпай. Қателеспесем. 10-6, 3 секунд. Мінеке әлем чемпионы соңғы секундтарда өзінің сөзін айқын айтып отыр. Бұл раундта. Бүгін командалық есепте жеңіске жеткен құрамаға 15.000 ақш доллары сыйға тартылады. Қазақстандық таеквондо федерациясының президенті, Алтай қауымдастығының алғашқы президенті Құдірет Игнатұлы Шамиев осындай сыйақыны қойып отыр бұл турнирге. Және біздің құрамамызда керемет мүмкіндік бірінші орын алуға. Біздің ұлттық құрамаға біз тақымын қысып сенеміз. Ал үшінші кортта қандай жекпе-жек болып жатқан біз бағана анонс жасадық. Кішігірім дәл сол жекпе-жек аяқталғаннан кейін Пак Тэ Джун мен Тамерлан Тілеулес арасында көпшілік жекпе-жек өтетін болады. Өкінішке қарай біздің эфирімізге түскен жоқ. Және әрине біз ол жекпе-жекті де бақылауда ұстап отырамыз комментаторлық кабинадан. Және бізде екінші раунд қадірменді жанкүйерлер. Осы раундта Айдана өзінің бар шеберлігін салып, осы сетті ауыл тиіс. Өте қарқынды төбелес болып жатыр. Екі спортшы да өзі бір-бірін өте қатты біледі, оқи алады. Бір раунд, осы раундта енді кім қателік жібереді, сол ұпай елшісіне елі. Бұл жекпе-жекке төрелік жасап жатқан қазақ таеквондосына танымал төреші, жалпы әлемдік таеквондода өзінің ерекше орны бар. Дәл осы таеквондоның отанынан келген оңтүстік кореялық Джи Хюн Ким. Талай мәрте біздің спортшылардың жекпе-жектеріне төрелік жасаған. Бізде
есеп әзірше ашылған жоқ, және есепке алынбаған соққылар бойынша да есеп тең таблода. Мінекей. Айдана қарсыластың шабуылын өзі де шабуылға барып жатыр. Мінекей, өкінішке қарай түркиялық спортшы есепті ашып отыр. 2-0. 1 минут 4 секунд таблода. Біз әлі де сенеміз. Айдана осы сәтті алып. Уақыт жеткілікті. Әлі де уақыт бар Айдана үшін. Бірақ түркиялық спортшы осы Turkish Open халықаралық турнирінде біздің спортшы қызымызға есе жібергеннен кейін арнайы дайындықпен келген болар Айданаға қарсы. Тамаша соққысы, өкінішке қарай. Қарсыластың соққысы жанып кетіп отыр таблода. 4-0, 6-0. Мінекей, осы жерде Айдана кішкене босанысып қалып отыр. 22 секунд. Айдана тек алға. Эмине Гүгебакан өзінің оң аяғын тек сақадай дайын ұстауда. Әрбір Айдананың соққысына қарсы. Тек қана оң аяқпен алынған соққылар. Және 2 секунд. Өкінішке орай. Өкінішке қарай. Жекпе-жек аяқталды, және Эмине Гүгебакан қадірменді жанкүйерлер Алтай чемпионатының алғашқы чемпионы. Шын жүректен түркиялық бауырларымызды құттықтаймыз. Ал Айдана Құмартаева алғашқы күміс. Әлем чемпионатының қола жүлдегері қызыл протекторде Айдана Құмартаева, және оның қарсыласы өзінің жеке қарсыласы десек те болады, Нұрдәулет Эмине Гүгебакан. 2 дүркін әлем чемпионатының жүлдегері, және өткен жыл сол Айдана қатысқан Қытайдың Уси қаласында өткен әлем чемпионатында дәл осы спортшыға есе жіберген болатын, және сол әлем чемпионатының жеңімпазы Эмине Гүгебакан. Бұлардың арасында 3-ші кездесу. Осы соңғы бір жылдың ішінде әлем чемпионатында Эмине Гүгебакан жеңіске жеткен болса, жақында Түркия мемлекетінде өткен, Анталия қаласында өткен Turkey Open халықаралық турнирінде дәл осы Айдана Құмартаева Эмине Гүгебаканның 3-ші кездесуі бұл Алтай чемпионатының финалына түсіп отыр. Көрермендер үшін өте қызық. Әрине, қазақстандық жанкүйерлер дәл қазір экранның арғы шетінде тақымын қысып отқан болар. Дұрыс айтасыз, Сәке. Алла қаласа Құмартаева Айданаға біз 2-0 қолдау көрсетеміз. Өте жақсы. Бұл жерде ескерту. Камжон. Раунд біз үшін сәтті басталды. Айдананың пайдасына, және әзірше Эмине Гүгебакан ешқандай бір жоғары деңгейдегі таеквондоны ұсынып отқан жоқ қарсыласқа. Раундтың тең жартысы артта қалып отыр. Ал бізде 2-ші кортта да, 3-ші кортта да өте тартысты жекпе-жектер өтуде. Соны біз арнайы хабарлап кетейік. Жахан Құдайбердиев, қадірменді жанкүйерлер, түркиялық спортшыға қарсы өнер көрсетуде. Елалди Канға қарсы 6-5 алғашқы Айдана. Біздің жекпе-жекте өте тез ауысып жатыр оқиғалар. Бір ұпай есеп айырмашылығы. Бір-бірін өте жақсы білетін қарсыластар. Мінекей, бір-бірін қалай жұмыс істейтінін де өте жақсы біліп отыр, және дәл қазір түркиялық спортшы шабуылда Айдана Құмартаева қазір клинчке кіріп қана тоқтата білді қарсыластың шабуылын. Соңғы 16 секунд. Айнұр Асабаева әзірше орындап отыра алар емес. Орысша айтқанда принципиальный жекпе-жек өте. Әлем чемпионы дәл сол әлем чемпионатының қола жүлдегеріне қарсы. Есеп
Ya biz үшін біздің бағымызға қарай есеп Пайдамыз бар. өзгермеді. Ох, мінекей 8-де 6 айдана көріп тұрған жоқ. Есепте артта тұрғанын. Я, 2 ұпай. Қателеспесем. 10-6, 3 секунд мінекей. Әлем чемпионы соңғы секундтарда өзінің сөзін айқын айтып отыр. Бұл раундта. Я, бүгін командалық есепте жеңіске жеткен құрамаға 15.000 ақш доллары сыйға тартылады. Қазақстандық таеквондо федерациясының президенті, Алтайдың алғашқы президенті Құдірет Игнатұлы Шамиев осындай сыйақыны қойып отыр бұл турнирге. Және біздің құрамамызда керемет мүмкіндіктері бар. Жалпы есепте бірінші орын алуға. Біздің ұлттық құрамаға біз тақымын қысып сенеміз. Ал үшінші кортта қанды жекпе-жек болып жатқан біз бағана анонс жасадық. Кішігірім дәл сол жекпе-жек аяқталғаннан кейін Пак Джун мен Тамерлан Тілеулес арасында көпшілік күткен жекпе-жек өтетін болады. Өкінішке қарай ол біздің эфирімізге түскен жоқ. Және әрине біз ол жекпе-жекті де бақылауда ұстап отырамыз комментаторлық кабинадан. Және бізде екінші раунд қадірменді жанкүйерлер. Осы раундта Айдана өзінің бар шеберлігін салып, осы сетті ауыл тиіз. Өте қарқынды төбелес болып жатыр. Екі спортшы да өзі бір-бірін өте қатты біледі, оқи алады. Бір раунд, осы раундта енді кім қателік жібереді, сол ұпай елшісіне иеленеді. Бұл жекпе-жекке төрелік жасап жатқан қазақ таеквондосына танымал төреші, жалпы әлемдік таеквондода өзінің ерекше орны бар. Дәл осы таеквондоның отанынан келген оңтүстік кореялық Джи Хюн Ким. Талай мәрте біздің спортшылардың жекпе-жектеріне төрелік жасаған. Бізде есеп әзірше ашылған жоқ, және есепке алынбаған соққылар бойынша да есеп тең таблода. Мінекей Айдана қарсыластың шабуылын күтіп, өзі де шабуылға барып жатыр. Мінекей өкінішке қарай түркиялық спортшы есепті ашып отыр. 2-0, 1 минут 4 секунд таблода. Біз әлі де сенеміз, Айдана осы сетті алып. Уақыт жеткілікті, әлі де уақыт бар Айдана үшін. Бірақ түркиялық спортшы осы Turkish Open халықаралық турнирінде біздің қызымызға есе жібергеннен кейін арнайы дайындықпен келген болар Айданаға қарсы. Өте тамаша соққысы, өкінішке қарай қарсыластың соққысы жанып кетіп отыр таблода. 4-0, 6-0. Мінекей осы жерде Айдана кішкене босаңсып қалып отыр. 22 секунд. Айдана тек алға. Эмине Гүгебақан өзінің оң аяғын тек сақадай дайын ұстауда. Әрбір Айдананың соққысына қарсы. Тек қана оң аяқпен алынған соққылар. Және 2 секунд. Өкінішке орай. Өкінішке қарай жекпе-жек аяқталды. Және Эмине Гүгебақан қадірменді жанкүйерлер, Алтай чемпионатының алғашқы чемпионы. Шын жүректен түркиялық бауырларымызды құттықтаймыз. Ал Айдана Құмартаева алғашқы күміс жүлдегер деп өзімізді бір жұбатып қояйық ағайындар. Алла қаласа, болатын турнирді Айдана өзінің есесін қайтарады деген ойдамыз. Әлде Қазақстан Open алда күтіп тұр бізді. Айдананың да есе қайтаратын мүмкіндігі болар. Түркия құрамасы
жеңісті тойлауда